Сәлеметсіз, сіз Шайсұлтан Шаяхметов туралы не айта аласыз? Шайсұлтан Шаяхметов туралы есімде қалған бір сөз ғана. Өте көп айта алмайтын сияқтымын, халқымыз алла біледі. Ол Шайсұлтан бізге бөтен емес. Түбіміз Сүгір деген ауылдан тараймыз. Наурызым ауданының болмасы болады ол жігіт. Ол Шайсұлтанның әйелі Алма Әмірағали қызы. Әмірағали деген кісі менің атаммен бір туады. Менің күйеуіммен немере болады, немере туыс. Бөтен адам емес, ол бала кезден сондай жүйрек, сондай аяулы, ақылды, сондай азамат болу керек. Олай бала бағынан дейді ғой, өз ағайынды ішкісі. Шайхметов, Шайхметов, Шаяхметов, менге Шаяхметов. Ол үшеуі атақты кісілер болды. Бірақ ішіндегі атаға келген халықтың қалаулы сүйелі елеусі болған Шайхметов Шаяхметов. Оны енді көбі оқушыларды бәті біледі ғой. Ол Шаяхметов туралы мені енем де атам да әңгімелеп отырып жүрді. Олар Ташкентке көшіп келуге кетеді. Онда Ахмет Шаяхметов деген екінші. Онда қорсы үйде тұрған ғой атамда. Старин аузым деген жерде. Сонда қорсы үйдің үлкен бөлмесін оларға босатып берді де, мына кішкене бөлмесіне өздері тұрады, ортада проход айдық. Сонда тәртіптіктері олардың мезгілсіз далаға шығып кірмейді екен. Сол қолдарына кітап түспейді екен. Алдан мектептегі балдар, кішкентай жас балдар басып. Сонда таңертең орындарынан тұрғанда үш бала осылай келіп иіліп сәлем береді екен. Үлкен адамдар. Естен келген адам болса алдынан шығып мінекей. Өте тәрбиелі адамдар болған. Сол көшіп келгеннен кейін ол кісілердің әкесі жастайға айтыпты. Жастайға айтып шамасы 4-5 жасында шетін қалу керек. Анасы тәуелді кісі болып өте аяулы. Анасы қайнағасы да айтады, жаңа Молдахмет деген кісі Шайсұлтан Шаяхметовпен бір туады. Молдахмет қайтады, Молдахметтің әйелі қайтады. Одан Мәлике Шайт деген бір қыз қалады. Оны барады да Шайсұлтанның шешесі бауырына салады. Бауырына салып қайнағасының орнына өзін жеткізеді. Оның сыртында өзінде ол шешесінің Балайша, Базарайша, Дәметкен, Нұрсұлтан, Шайсұлтан, Мерген баталай бола ғой енді. Қайнағасының екі баласымен соларды жеткізеді. Бұзау бағып, қандай жұмыс болса да ешқайсынан қашпаған, жалаң аяқ жалаң бас, балаларын жеткізіп, қыс демей, жаз демей, солай жүрген анасы, Айтшын деген кісі. Ол кісі бертін келген Алматыға көшіп тұрғаннан кейін Шайсұлтан қызметте де болды. Жетісу білім министрі болды, жетісу денсаулық сақтау министрі болды. Енді білім өте күшті ғой ол кісінің, айтасы кітаптарды оқытқан шығасында. Сосын кейін шешесінде көшіріп алды, туыстарында көшіріп алды. Шешесі қолында болды да, 102 жасқа келгенде қайтты. Алақанға жылып аялап. Енді анау апамыздан біздің Алма деген апамыз қазір көріп тұрып, сонда да қазіргі журналистер келіп сұхбат алады. Сонда біздің апамыз Алма деген, сіз әулие келін екенсіз, солай екенсіз, әулетінде солай шыдаған екенсіз, енеңізді солай шыдап аттандаған екенсіз деген сияқты сұрақтар қойған. Соның бәрінде кітаптар жазылған, былай бар. Оны енді мен айтып жеткізіп өтіпті, қазір ұмытып қалыппын, ауырам да, денсаулығым да жоқ. Ол кісінің тәрбиесі өте күшті. Енді есіме түспей отыр, әлі толып отыр. Болып жатқан есіме түспей отыр. Мына жағынан білетін адам болып кішкентай бастап қалсақ, бастап жібереді.